Темекі жорығы. Әскери оқу ауыр болса, ұрыста жан қиналмас. Суворов. Жауынгерлерді соғыс өнеріне қалай машықтандырғанымызды бастан аяқ баяндап жатпаймын. Менің бұл жерде әңгіме етейін деп отырғаным батальон арасында аңыз боп тараған темекі жорығы. Батальонды басқара бастағаныма 7-8 күн болған. Бұл кезде жауынгерлерді киіммен де, қару-жарақпен де жабдықтағанбыз. Енді окоп қазғанда да, межелеп зыр жүгіргенде де, жер бауырлап жылжығанда да, сап түзеп жүргенде де жауынгерлердің айнымас серігі винтовка болды. Бір күні кешке біз мынадай бұйрық алдық. Таңсәріден 50 километрлік жорыққа шығып, өзен алабындағы белгіге жеткен соң, сонда түнеп, келесі күні кешке жақын сол 50 километр жолды басып талғарға қайтып келіңдер депті. Осындай қиын сапарға Панфилов басқа батальондарды да аттандырды. Генерал осы ретпен бүкіл дивизияны жүріске ысылдырмақшы еді. Жұрт кештен бастап жорыққа әзірленді. Түнде тынығып, келесі күні елең алаңда батальон сапқа тізілді. Сіз солдат болмаған адамсыз, сондықтан осы әскерлік сапты көрмегеніңіз, әлде айбарлы әскер бөлімі тұр екен деп ойлар едіңіз. Жұрттың қатары жіпке тізгендей, винтовкалардың мойнына кигізген су жаңа штыктері жарқ-жұрқ етеді. Жауынгерлердің бәрі тегіс жорыққа сақадай сайланыпты. Әрқайсысы шинелдерін қаттап, бүктеген күйінде мойындарына асынып алған противогазы, өңін бермеген көкшіл дорбада көк қол күресі, қашпығында таңған болат дулығасы, беліне байлаған гранат дорбасы, оқшантайы бар екен дер едіңіз. Бірақ шынында келгенде жұрт жолыққа сақадай сайланыпты деп ешкім де айта алмас еді. Ұқыптап қаттаған шинел ширақ келеді. Оған қолың батпайды. Ал қазірде көбінің шинелі болбырап, қалай болса солай тұр. Астынған қапшығының арқасына жабысып тұруы керек. Бауын бос байлаған қапшықтары аттан ауған ертоқым секілденіп көрінеді. Тағы біреулердің гранат дорбасы салбырап, қарына түсіп кетіпті. Осылардың ішіне нағыз солдатша буынып түйінген аздаған адамдар басқаларда ала бөтен көзге түседі. Солардың бірі Курбатов. Мен Курбатовты саптан шығарып алып, жігіттерге былай дедім: жолдастар, өзінің керек жарағын тап-тұйнақтай етіп жолға әзірленген кіші командир мынау. Жорықта бұл басқалардай қиналмайды да қажымайды да. Қараңдаршы, бар нәрсесі орнымен тұр. Белдігі бекем болған. Осылай етіңдер деп сендерге сан рет түсіндірдім. Көрсетіп те бердім. Сонда да түсінбедіңдер. Қазір мен сендерге дәнеңе демеймін. Енді шинелдеріңді, қапшықтарыңа, қол күректеріне сөз берем. Сендермен солай сөйлесіп көрсін. Олар да тіл жоқ деп ойлайсыздар ғой. Бар, сөйлегенде өңбеңдерінен өткізе сөйлейді. Менің сөзім өтпесе, осылардың сөз өтеді. Жауынгер Гаркуша, мұнда кел. Таңғы бұрын Гаркуша ежелгісіндей күлімсіреп, қасыма жүгіріп келді. Оның гранат дорбасы жүгіргенде салпылдап, санын сабалайды. Жорыққа дайынсың ба? Дайынмын, жолдас комбат. Курбатовтың қатарына тұр. Жауынгер Голубцов, мұнда кел. Оның олақтай бүктеп, мойнына асқан жуан шинелі бетін қажап жүр. Қапшығы арқасында емес, бөксесіне түскен. Жорыққа дайынсың ба? Дайынмын, жолдас комбат. Гаркушаның қатарына тұр. Әбзелі салдыр салақ әзірленген 10 шақты адамды осы ретпен жинап, колоннаның алдына қойдым. Батальон смирно! Направо! За мной шагом марш! Біз жүріп кеттік. Өзім әлгі шақырып алғандармен қатар жүріп отырдым. Оларға көзімнің қиығымен қарап қоямын. 10-15 минуттай олар қиналған жоқ. Гаркушаның гранат дорбасы 2 санын кезек-кезек соғады. Ол жайлап дорбасын қолмен кейін сырмақ болады. Голубцов та шинелінің түрпідей түгін бетін тырналаған бүктеулі шинелін арманырақ ығыстыруға тырысады. Үшінші жігіттің беліне асқан қол күрегі тірсектен сабалайды. Жол жөнекей икемсіз нәрселерін қолдарымен түзетсе де болмады. Тағы 10 минут өткенде Гаркуша дорбасы салақтамасын деп белін қайқайтып қарынына қампитты. Менің көзіме көзі түсіп, ол өтірік күлімсірейді. Голубцов болса мойнын бұраңдатып, бетімен шинелін ыстырмақ болады. Қапшығы да мазасын ала бастады. Голубцов қолын қапшығының басына апарып, оны білдірмей жоғары көтеруге әрекеттенді. Гаркуша енді қарнын қампитуын қойып, екі бүгіліп, жай аяңға түсті. Мен Гаркуша, бас аяғында, Курбатовтан қалма деп дауыстадым. Дорбасы құрғыр тағы да санын сабылай бастады. Осылайша 6 километр жүріп, сәл аялдадық. Тоқтаған кезде Курбатовты тағы да жауынгерлерге үлгі етіп көрсеттім. Онан соң Гаркуша, мұнда кел деп шақырдым. Иілген күйі ол бөжіктеп
жетіп келді. Оның түрін көріп, жұрт ду күлісті. Ал сөйле, Горбушка, жорыққа дайынбысың? Ол үн қатпай сазарып тұрды. Гранат дорбасымен сөйлестің бе? Сөйлестім. Сөйлесең айтшы, не деді ол? Жауынгерлерді естісін. Горбуша үндемеді. Айт, ұялма. Айтатын не бар? Қолмен шұқып көрмесек, біздерге сөзге нанамыз ба? Ал шұқып көрдің бе? Мен қайдан шұқайын, ол ғой менің, деп бауызды былш еткізді. Жұрт қар-қар күліп жатыр. Көңілі жібіп, Горбушаның өзі де күліп жіберді. Мұнан соң Голубцовты шақырдым. Сарбаздың қара суға түсіпті, қажалған мойны қып-қызыл. Енді мынаған қараңыздар, жолдастар. Ал сенімен шинелің сөйлесті ме? Қапшығың ше, олардың қандай тәлім үйренгенін айтып берші жұртқа. Голубцов та салақтықтан шеккен зардабын жауынгерлер алдында айтып шықты. Өстіп, өз нәрсесімен қорлық көргендердің бәрін кезек-кезек шақыртып жұрттың алдынан өткіздім. Сонан соң былай дедім. Шинелі ұқыпсыз бүктеліп, мойнын қажаса, ыңғайсыз байлаған қол күрегі санын ұрса, гранат дорбасы тоқымынан тоқ соқса, кімге зиян? Жауынгердің өзіне ме, командирге ме? Әрине, жауынгердің өзіне зиян. Мен мұны сендерге сан рет түсіндірдім. Ескермедіңдер. Жарайды, қыдындамасыншы болса, бірдеңе ете салайық деп ойладыңдар. Жүрдім, бардым істегендердің шындығында маған емес өздеріне залал екенін енді көріп отырсыңдар. Оқпағандар бүгін өз нәрсесінен тәлім алды. Қазір әрқайсың осы арада әбзелдеріңді қайтадан буып түйіндер. Енді де айтқанды елең қылмайтындар болса, тағы да саптан шығарып аламын да өз заттармен сөйлестіремін. Бұл заттардың тілі сүйір, сөзі өтімді. Бұдан кейін саптан ешкімді де шақырып алудың қажеті болған жоқ. Өйткені өз заттармен сөйлесуге ешкімнің зауқы соқпады. Біраз тындыққаннан кейін батальон тағы да жүріп кетті. Жорыққа ысылмағандарға шілденің шыжыған күнде 50 километр жол жүру оңай емес. Бір мезгілде роталардың жігі жазылып, колонна көш жерге созылып кетті. Кейбіреулер кейіндеп қала бастады. Мұны командирлерге ескерттім. Бірнеше уақыттан кейін қайта тексеріп едім, менің ескертуім еске алынбапты. Колонна бұрынғыдан бетер созылып кетіпті. Командирлермен қайта қатал сөйлесіп көрдім. Бұл да ем болмады. Командирлердің өздері де шаршаған еді. Кейбіреулері аяғын сылтып басады. Мен алға шықтым. Колонна бойынша хабарлаңдар. Пулемет ротасының командирі колоннаның алдыңғы жағына келсін деп айқайладым. 15 минуттан кейін ұзын сирақ Заев ентігіп жүгіріп келді. Жолдас комбат, сіздің бұйрығыңыз бойынша келіп тұрмын. Ротаңыз неге созылып кетті? Неге кейін деп қала бересіңдер? Ротаның жүрісін тәртіпке салғаныңызша, сізді колоннаның басынан шақырудан танбаймын. Айтарым осы, барыңыз. Батальонның бас аяғы 1 километрде болатын. Күн ыстықта колоннаның алдыңғы жағына жүгіріп келу оңай ма? Осы ретпен екінші ротаның командирі Севрюковты шақырып алдым. Соғысқа дейін темекі фабрикасының бас бухгалтері болып істеген жасы 40-тарға келген лейтенант мені азар қуып жетті. Ентігіп, екі иіннен демалады. Менің зекігенімді естіп болғаннан кейін Севрюков: жұрт әбден қажыды, жолдас комбат. Көтергендердің біразын арбаға тиесек болмас па екен деді. Мұндай бықсық ойды айтпаңыз маған, дедім мен. Онда қалып келе жатқандарды қайтпексіз, жолдас комбат? Шамасы жетпесе зорлаймыз ба? Неменеге шамасы жетпейді? Бұйрықты орындауға ма? Севрюков үн қатпады. Сонымен бірінен соң бірі шақырып, барлық командирлерді алдымнан өткіздім. Бірақ Севрюковты екінші шақыруыма тура келді. Оның ротасының соңында кейбіреулер кешеуілдеп ілбіп келе жатыр еді. Егде тартқан Севрюков өзі де шаршаған. Еңкеңдеп ротаның алдына келді. Ақ кірген самайынан, тозаң басқан бетінен тамшылап тер аққан. Осы халін көріп, еріксіз аяп кеттім. Тағы да салпақтатып, қалай жүгіртерсің? Онсыз да титықтыған жоқ па? Бірақ мен оны аясам, ол жауынгерлерін аяса, не болмақ? Бейнетсіз рахат, еңбексіз өнер табыла ма? Суармаса, шындамаса, болат бола ма? Жұрттың аяп, ұрыста не пайда табамыз? Тебініп қалғанымда ат желе жөнелді. Алға шығып, екінші ротаның командирі маған келсін деп дауыстадым. Бұл жоғалғы шақыруымның пайдасы тиді. Аз кідіріп қарап едім, Севрюков енді өз ротасын соңына түсіпті. Жүзінен ызғар мен кейістік білінеді. Қатуланып алыпты. Дауысы да өзгерген. Кәдімгідей командирше бұйыра сөйлейді. Бүкіл колонна жинақы түрге еніп, взводтардың аралығы біркелкі түрге түсті. Енді қалып қоюшылар болған жоқ. 50 километр жол жүріп, мегзеулі жерге бас аяғымыз түгел жеттік. Бірақ жұрт әбден шаршаған еді. Тараңдар кейін бұйрық болысымен ақ жауынгерлер көгалға бауырларын төсеп жата қалысты.
бәрі де енді тамақтанармыз, ұйықтап тынығармыз деп ойлаған еді. Ал ниеттері болмады. Жорықта өзімізбен ала шыққан бірнеше әскери асханамыз болатын. Сонда да қоналқы жерге жеткенде асханаға арнап отын әзірлемеңдер, қазанға ас салмаңдар, азық-түлікті шикі күйінде жауынгерлердің қолды-қолына норм бойынша үлестіріп беріңдер деп әмір еттім. Мұны естігенде командирлер мен жауынгерлердің көздері шарасынан шықты. Көбі өмірінде ас пісірмек түгіл су қайнатып көрмеген емес. Шикі азықты қайтпек, күңкіл сөздер де естіле бастады. Асхана бар емес пе? Ас пісірмесе оның не керегі бар? Тәйт, жабы аузыңды. Айтқаны орындау керек. Әрбір жауынгер өз тамағын өзі пісіріп жесін деп тойтарып тастадым. Ұзын сөздің қысқасы, айдалада, сонау Іле өзенінің бойында самсаған оттар жағылды. Кейбір қам денелілер жол ауырлығын көтере алмай, дел сал болып ас пісірмей, аш күйінде ұйқыға берілді. Шырақтары ас пісіргенмен бабын таппады. Кейбірінің ботқасы күйіп, кейбірінің сорпасы тасып төгілді. Сөйтіп, астың желінгенінен бүлінгені көп болды. Бұл жауынгерлердің аспаздық өнері жөнінде алғаш тұңғыш сабағы еді. Таңертең де қазанға ас салдырмай, азықты үлестіріп бергіздім. Тамақтанып болған соң батальон сапқа тізілді. Мен жауынгерлер алдында қысқаша сөз сөйледім. Оның ұзын ырғасы мынау: біріншіден, сендер жорықтың тым ұзақ әрі ауыр деп ренжисіңдер. Мұны әдейі істеп отырмыз. Соғыста 50 де емес, 100 де емес, талай-талай жүздеген километрді басып өтеміз. Жаудан амалыңды асырып, оған күтпеген жерден соққы беру үшін бұдан да ұзақ, бұдан да қиын жорықтар жасауға тура келеді. Бұл көргендерінің ойыншық зорлары алда жатыр. Орыстың атақты қолбасшысы Александр Васильевич Суворов өзінің таңғажайып батырлар атанған солдаттарын осылай шынықтырғанын ұмытпаңдар. Ол бізге әскери оқу ауыр болса, ұрыста жан қиналмас деп өсиет айтып кеткен. Осы өсиетті орындағыларың келе ме? Кімде-кім орындай алмаймын десе 2 адым алға шықсын. Саптан ешкім де шыға қоймады. Мен тағы да сөйледім. Екіншіден, сендер дайын асхана тұрғанда шикі ет үлестіріп шаршап шалдыққанымызға қарай өзімізге ас пісіргізеді деп ренжисіңдер. Мұны да әдейі істеткенім рас. Ұрыста асхана ылғи қасымызда болады деп ойлайсыңдар ғой. Қателесесіңдер. Ұрыста асхананың қалып қоятын кездері болады. Ашығатын күндерің болады. Естіп тұрсыңдар ма? Татуға дәм, тартуға темекі табылмайтын жағдайлар болады. Оны осы бастан ашып айтайын. Кейде кеңірдектен лықта тойсаң, кейде ішегің құрылдайды. Соғыстың салты, солдаттың өмірі осындай. Ендеше ыстығына да, суығына да, ащысына да, тұщысына да шыда. Барына да, жоғына да көн. Әскерлік арыңды аяққа баспа, кеудеңді керіп, басынды көтеріп ұста. Әркім ас пісіру білуге міндетті. Егерде өз көжеңді асып, іше алмасаң, жауынгер боп жартасың ба? Кейбірің ас пісіріп көрмегенсіңдер. Оны жақсы білемін. Көбін даярға тап болып жүрдіңдер. Үйге келсең, қарным ашты, тамақ бер деп, ресторанға барсаң, ей официант, сыра әкел, кәуап яки котлет әкел деуді ғана білдіңдер. Сол дәурен көздеріңнен бір ұшып кетті. Енді 50 километрлік жорыққа іліктіңдер. Арқаларыңа 2 пұттан жүк артынып, кәтөлекпен ас пісіруге таң қылдыңдар. Бірақ бұл қорлық па? Ел шетіне жау келіп, ұлы дүрбелең басталғанда жігіт деген қиынға көндікпесе, жеңін жастық, етегін төсек етіп үйренбесе ер атана ма? Дұрыс айтасыз, жолдас комбат, дұрыс айтасыз деп қостаған дауыстар естілді. Арадағы суысқандық басылып, көңіл жадырады. Түсіністік, ұғыныстық. Мұндайда жүзін жадырап, қабағың шайдай ашылмай ма? Біз енді кейін қарай тарттық. Талардағы біздің лагерге баратын тамаша даңғыл жол бар. Мұндай жолмен жүргенді көп қиналмайсың. Ендеше жеңіл жолда не бар? Іздегеніміз қиын емес пе? Соғыста даңғыл жолмен жүрмекпіз бе? Арпалыс кезінде оңай жол таңдаудың орайы келе ме? Алдыңнан қиыр асулар, тар жол тайғақ кешулер көп кездеспей ме? Жұртты қайыршақ жолдан 200-300 метр шетке шығарып жүргіздім. Алдыңнан тас кездесе таптап өт, арың кездесе аттап өт, құм кездесе басып өт, су кездесе кешіп өт. Жауынгердің салты осындай. Желсіз қапырық кез еді. Шаншыла түскен күн көзі денеңді күйдіріп, сүйегінді балқытқандай. Тамыз шілденің белгісі, көз ұшындай тынымсыз сағым бұлдырайды. Мұндай ыстыққа арқалаған ауыр жүкпен жол жүру қиын-ақ. Ол ақиқат. Бірақ тағы бір ақиқат нәрсе, соғыс талабына сай жеңіс мақсаты үшін осылай етпей болмайды.
Күн көзіне шыжыған беткейдегі тұтас өңірде темекі егісі кездесті. Жауынгерлер соқпақ жолмен егінді қақ жарып ілгері басты. Салалы темекі өсімдігі сондай биік, адамның бойынан келеді. Күн көзі балқытып, ашқылтым иісі әлемді алған темекі жапырақтары бізді де селт етпейді. Қандай қапырық десеңізші. Жауынгерлер жүріп барады. Егістің жарым ортасында өткенде жалғыз аяқ жол таусылып, батальон бітік темекінің ішіне еніп кеттік. Сонда кенеттен жұрт баудай түсіп құлай бастады. Мен қатты шоштым. Мұнысы несі? Адамды әп-сәтте алып ұратын сұмдық індет аралындай үн-түн жоқ құлағандар кірпік қақпай сұлып жатыр. Дереу ауыр құралдарды, ұрыс жабдықтарын арбаларды түсіріп, елтіп қалғандарды темекі егісінен аулақ жотаға арықтың бойына алып шықтым. Талықсығандар есін жинады. Бірақ батальон тәртіпті түрден тобырға айналып, роталы араласып кетті. Елтігендердің бірі суы орамалмен басын таңып бүк түсіп отыр. Екінші біреулер шалқасынан жатқан күйі ыңырсып қояды. Кейбіреулер құсып жатыр. Осы жапа шеккендерге ем жасап, әбігерленіп жүрген көк көз Күйеевті көрдім. Бұл батальонның дәрігері, мейірімді ақпейіл адам. Политрук Бозжанов Киреевке жәрдемдесіп арықтан шелекпен су тасуда. Осы топқа барғанымда мені елеп ешкім орнынан тұрмады. Тұрыңдар деп бұйырдым мен. Бұл бұйрықты бірен саран ғана орындады. Ыңырсып Курбатов түрегелді. Курбатовсың ба? Ох, мен ғой жолдас комбат. Басқаларға үлгі етіп, мақтап жүрген жігітім шынымен-ақ осы күйге түскені ме? Қос бүктеліп қалғанын қарашы. Немене жүнжіп кеткенің? Командирдің алдында қалай тұрсың өзі? Курбатов шірене еңсесін көтеріп, кеудесін керіп, нағыз солдатша қалпына келді. Бұдан соң екінші жауынгердің қасына бардым. Неге орнынан тұрмайсың? Тұр, винтовкаң қайда? Оқ, жолдас комбат, білмеймін қайда қалғанын. Қалай тұрсың өзің? Табанда винтовкадан тауып, маған кел. Қалай табам, менің жүруге де орында бұйрықты. Қазір жолдас комбат. Көзілдерім бір жерде түсіп қалыпты. Па шіркін Мурин, қызық жігітсін-ау деймін ішімнен. Мұрынның кеңсіреген қосалқы көзілдірік қона қалды. Мурин әлтек-тәлтек басын винтовкасын іздеп кетті. Командирлерге роталарды жол үстіне сапқа тұрғызыңдар, ілгері жүреміз дегенді айттым. 15 минут өткенде жұрт сапқа тұрып болды. Мен батальонды жағалай алға шықтым. Жауынгерлердің ұнжырғасы түсіп кеткен, көздері мөлиіп, бастарын төмен салып, көбі мылтықтарын шалдарша сүйеніп тұр. Батальон смирно, на плечо, шагом марш. Батальон іргелі қозғалды. Жұрт ілгерінен кейін ілбіп барады. Кейбіреулері аяғын сылтып басады. Бұлайша сүйретіліп жүрсек, көшірге қалай жетпекпіз? Колоннаның алдынан шыққаннан кейін жұртты тоқтаттым да жауынгерлерге былай дедім. Осы арадан сонау талға дейін аршындай басып барыңдар. Ойдағыдай адымдамайынша осы арадан кетпейміз. Первая рота, равняйсь! Аршындай адымдау, строевой шаг дегенің не екенін білесіз бе? Қызыл алаңдағы парадты көргеніңіз бар ма? Көрсеңіз, бәрі бірдей аяғын көтеріп бүкіл табанның жерге тигізе сарт еткізеді. Салтанат пен аршындай адымдау осындай. Талға дейінгі екі аралық 200 метрдей бар еді. Бірінші рота ілгері адымдай жөнелді. Жарамайды, қайта жүріңдер. Рота алғашқы орнына келіп тағы да ілгері бастады. Бұл да жарамайды, қайта істіңдер. Көңілдегім болмай, мен кіжінсем, менің тақақшылдығыма олар ызаланды. Үшінші рет адымдап, аяқтарын сарт-сұрт еткізіп, жер тепкенде тас жолды ойып жіберер ме екен деп ойладым. Бұдан бірер минут бұрын ғана жүнжіп тұрғанын көріп, бұл жұртты жек көріп едім. Олардың да жаны кейіп, күйініп еді. Енді бірден ішім жылып кетті. Бәрекелді деп сөзді қалай айтып салғанымды өзім де байқамай қалдым. Совет одағына қызмет етеміз деп рота бір адымдай саңқ етті. Ер мүсінді, қайратты өңі қатулы жігіттер тап қызыл алаңдағыдай адымдады. Салмақты солдат бәтеңкелері тақыр жерге бір келкі нәшпен бұрынғыдан да қатты соғылды. Осылайша басқа роталарда алдымнан өткіздім. 200 метр аралықты ойдағыдай адымдап өткенше екінші, үшінші роталарды да қайта жүргіздім. Бірінен соң пулемет ротасы өтті. Шу дегенде ақ жауынгерлер аршындай адымдап жөнелді. Алдыңғы сапта ұзын тұра Мурин келеді. Басқалармен бірге екі табанмен кезек-кезек жер сабалайды. Бейне әсерлі күйдің әніне нәш қосқандай. Оң қолың ербең-ербең еткізеді. Жалтылдаған көзілдіргі, жадыраған жүзі оның шын насаттанып келе жатқанын сездіргендей.
Талғарға жақындағанымызда мәстек атқа мінген Панфилов алдымыздан шықты. Ол жорықтан қайтқан батальондарды қарсы алып жүр екен. Генералды көріп, бәрі еңсесі көтеріліп түсті. Команда бойынша роталар тағы да аршындап басты. Ауыр жорық қажытқан, бірақ қайратқа қайта мінген жауынгерлердің бастары көтеріңкі еді. Жүздерінен жаман жұманнан біз емес, жігіт десең жігітпіз деген мақтаныштың лебі ескендей. Панфилов жымын қақты. Кішкене көздері күлімдеп, күнге күйген қоңырқай әжімді өңінде жылылық пайда болды. Екі аяғын үзеңгіге тіреп, ер үстінде сәл көтерілді де, жүрістерің жақсы екен, адал қызметтеріңе рахмет, жолдастар, деп айқайлады ол. Совет одағына қызмет етеміз деп батальон саңқ ете түскендей мәстек жалт берді. Үріккен атын тізгінінен ірке тартқан Панфилов басын шайқап күліп жіберді. Бұл жолы осы сөздерді барша жауынгерлермен бірге мен де дауыстап айттым. Бұл менің генералға ғана қайырылған жауабым емес. Жай жауынгер болсын, өзім де командир болсын, кім ашық лебізбен я үнсіз ишаратпен неге мұнша қаталсың деп сұрар болса, әркімде өз армада айтар жауабым Совет одағына қызмет етемін деген сөздер болар еді. Біз мекенімізбен айтулы мерзімге оралдық. Менің айналыма 4 бұрыштанып тізілген роталарды көзбен шолып өттім. Винтовкаларын аяқтарының түбіне қойып, қаз қатар тұрған гимнастеркалары мен пилоткалары терге малынған ауыр бәтеңкелерін, шаң топырақ басқан қызыл әскердің қабақтарын қатып, жүздері соғын тартқан, шетінен суытқан аттай жарау, жүдеу қажығандарын айтпаса да белгілі. Олардың қазіргі бар тілегі жатып демалу. Бірақ қақсаған аяқтан тік тұру қаншама қиын болса да шыдамдылық пен бұйрықты күтіп тұр. Әдепкідей шалдарша мылтығына сүйеніп тұрған бұлар жоқ. Командирдің көзқарасын сезіп, кеуделерін көтере ұстайды. Қазіргілер бұдан апта бұрын ала-құла киінген, кепкіжең, я жалаң бас, майкішең, я пиджакпен сапқа тізілгендерге бірде ұқсамайды. Алғашқы алыс жорыққа әзірленіп, алдыңғы күнгі елең алаңда олпы-солпы жаңа киіммен сөйлекеттесе сап тұрғандар да бұлар емес. Енді бұлар бірінші әскерлік сынақтан абыроймен өткен нағыз солдаттар еді.